Құрметті халайық, бірден жақсы жаңалықты айтайық. Қазақстанда енді шамамен 3 жылдан кейін орыс тілі ресми тіл деген мәртебесінен айырылады деп отыр. Бұны мен емес, парламентте отырған, заң шығаруға қатысып отырған, кезінде айтыста жүрген ағамыз Ринат Заитовтың өзі мәлімдеме жасап хабарлады. Яғни шамамен 3 жылдан кейін Қазақстанның конституциясында орыс тілі ресми тіл деген мәртебесінен айырылады деді. Біз соған жұмыс істеп жатырмыз деді. Жақында Қырғызстандағы өзгерістерді өздеріңіз де жақсы білесіздер. Қырғыз ағайындарымыз, мына мемлекеттік қызметкерлер, депутаттар, министрлер кабинеті, оның төрағасы, нотариустар, адвокаттар, медицина қызметкерлері, оқу орындары барлығы дерлік қырғыз тілін білуге міндеттелді. Қырғызстанда осындай заң қабылданды. Қырғызстанда жоғарғы лауазымды қызмет атқарғың келе ма, жақсы жалақы алғың келе ма, мемлекетке қызмет еткің келе ма, онда сен қырғыз тілін білуге міндеттісің. Қырғыз ағайындар осындай заң жобасын қабылдады. Бұны депутаттар қабылдап отыр. Ал енді Қазақстанда осындай өзгеріс қашан болады деп күткен едік. Бұл өзгерісті күткенімізге сонау 90-шы жылдардан кейін мына қазақ халқында қазақ тілінің беделін көтеруге деген үлкен талпыныстар болды. Кезінде Мұхтар Шаханов, Шерхан Мұртаза ағаларымыз, парламенттің төрінде қаншама осы игі жақсы ағаларымыз қазақ тілінің мәртебесін көтеруге жұмыс жасаған болатын. Бір уақыттар мына Қазбек Иса ағамыз осынау қазақ тілі мәселесін үнемі биік мінберлерден ашық айтып, тіл мәртебесін көтеруге жұмыс жасаған болатын. Енді қазір Ермұрат Бапи, Қазбек Иса, Ринат Заитов, Дәулет Мұқаев, тағы кімдер бар? Мысалы, осындай үлкен ағаларымыз қазақ тілінің абыройы үшін парламентте күресіп жатыр. Ринат Заитовтың не айтқан қараңыздар. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болып қалады. Жалғыз өзі 3 жылда заң жұмыс істесе болды. Біз соны қалыптастыруға жұмыс істеудеміз. Оның жарты жолына келіп қалдық. Қазбек Иса ағамыз бастаған бір топ депутаттар. Бұрын Қазбек ағам жалғыз еді. Қазір парламенттің жартысы. Біз осы сұрақтарды Алтай Көлгіновпен қарастырып талқылағанбыз. Өткенде Тамара Қасымқызы оның орнына тағайындалғанда осы мәселені Қазбек аға айтты. Біз осындай дайындық заңнама ережелерін сіз осыны қаперіңізде ұстаңыз деп. Ол кісі міндетті түрде деді. Демек, біз ол жиналысты асықтырамыз. 2-3 жылда орыс тілі ресми статустан түсіп, қазақ тілінің мәртебесін көтеріп істеуге болады деген еді Ринат Заитов. Демек, жақсы жаңалық күтуге болады деп ойлаймын. Себебі парламентте расында да қаншама қазақ тілді депутаттарымыз, қазақ тілінің абыройы үшін күресіп жүрген депутаттарымыз отыр. Олардың қаншамасы депутаттық қызметке барам дегенше қазақ тілі үшін күресіп барған адамдар. Жаңа айтып отырған Қазбек Иса ағамыз, Ермұрат Бапи ағамыз, мына Мақсат Толықбай, Ринат Заитов, осылар қаншама депутаттар ол парламентке барам дегеннің өзінде қазақ тілінің абыройы үшін күрескен адамдар. Енді 3 жылда Қазақстанның конституциясында орыс тілі ресми тіл деген статустан айырылады деген Ринат Заитовтың осынау арман тілегі жасап жатқан жұмыстары жүзеге асады деген үмітіміз бар.